Көптің көмегі. Мұқан полицмейстердің кеңсесіне қарай шананы сүйрей жөнелгенде, оның соңынан қаланың үлкен кішілі жүздеген адамы шұбап бірге кетті. Городовойлар оларды сейілту үшін қанша түсінса, жұрт оны елемеді. Балалар күртік қарды қайыстай тіліп келе жатқан шананың артынан итерісіп, Мұқанның ауыр жүгін жеңілдете түсті. Қораға жақындаған соң, городовойлар шананың жанындағыларды қуып, енді бірі кеңседегі бастығына кірді. Бастық маңғазданып есік алдына шыққанша шана сүйреген Мұқан полицмейстердің қорасының қасына тақалып қалды. Үйе түйелген шөптен сүйреген адам көрінбейді. Боран үрлеп ақ қарда тықпалап тастаған шөптің үстінде аяқ серейіп ат жатыр. Шананың айналасында ор қояндай ойнақ салып балалар жүгіріп жүр. Қолдарына шелегін, күрегін ұстаған әйел еркектер шананы сүйреткенді көріп, қалуға ұмтылып, аяқтарын жүгіре басып, мойындарын созады. Бастық көше толған кісілерді көріп, қошып кетіп, бұл не үшін қаптап жүрген адамдар деп, жанында тұрған городовойға қарады. Ұлы мәртебелі мырза, өзіңіз білмейтін не бар? Еріккен ел жаяу шана сүйрегенді қызық көріп жиналғаны ғой. Неге қумайсыңдар бұларды? Уын қудық мырза, бірақ қусақ ораларға кіреді да, қасына кісілерді қосып алып қайта жүгіріп шығады. Қуыңдар, қазір тарасын. Шананы сүйреткен қазақта қызық бұлар үшін, тарт. Шананы қораға кіргіз деп бастық кеңсеге кірді. Мұқан шанасын сүйретіп, полицмейстердің қорасына кіріп кетті. Қораның есігі жабылған соң, городовой жиналған адамдарға: жауындарыңды мына дойыр тілсін демесеңдер тараңдар деп қолындағы қамшысын көпке көрсетті. Оныңды бізге неге көрсетесің деді біреу. Неге кетпейсіңдер деп городовой мұртын тікірейтті. Қызық көреміз, қандай қызық? Біздің Петроград, Москвадағыдай театр, клубымыз, циркіміз жоқ. Жаяу шана сүйреткенді көрсек те қызық. Көшеге жиналған елге сендердің бастықтарының өкпесі қысылып тұрма деді бір тігінші. Ей, мұртыңды сыламай, жаңағы шана сүйреткенді бер шығаршы. Көптің дүбірі өкпелеріңді қысса, өзіміз үйімізге алып кетейік. Мұртыңды несіне тікірейтесің? Оныңды күнде көріп жүрміз ғой деді базардың орны сыпыратын қарауылшы городовойға жақындай түсіп. Енді тараңдар. Ол бұл қорадан шықпайды. Неге? Нишлеп? За что деген дауыстар жамырай шықты. Ол қазынаға пайдасы тиіп тұрған Масликовтың атын өлтіріп, шанасын сындырып отыр. Масликовтың бай түсейін деп, дамыл тапқызбай айдатып титығына жеткізген аттары жылда қырылып жатады ғой. Өлген аттарын жалшыларына төл өткізеді. Оларды ұрып-ұрсып жәбірлейді. Боранға ұшып өліп, жарымжан болған жалшысы аз ба? Сендер соны қораларыңа неге қамамайсыңдар? Кеше шөпке кеткен бес көліктен шөпті жаяу сүйретіп біреу ғана келді қалаға. Төртеуін қар басып далада қалды. Аты түгіл адамы да қырылып қалған шығар. Городовойлар, оны неге іздемейсіңдер деп біреу дүрсе қоя берді. Кетпеңдер, босаған соң дәуді алып барып тамашасын көреміз. 30 пұттық кеспекті қақпа қылғып ойнайды дейді. Үйдей қарағайды аяғымен теуіп сындырады дейді. Сонысын көреміз деп даурықты біреулер. Бастық қайда? Бай аттар қырылатын болды, шөпті қайтарсын деп жатыр деп, екі ат жетелеп Масликовтың бір жігіті келді. Тарамай тұрған көпке қабағын шыдып бастық тағы шықты. Азаматтар, түсіну керек қой. Сіздерге тарқа деген бұйрық берілді. Неге тыңдамайсыңдар? Көңіл қалдыратын қылық осындайден шығады енді. Полицмейстер мырза, көңіл қалдыратындай көпшілік не істеп тұр? Өз аяғымызбен қар басып тұрмыз, оның салмағы кімге түскендей? Бұларға ұқтырудың өзі бір жұмыс істеп, суыққа шыдамаған бастық даурығып әлденеме айтып ішке кіре бергенде Масликовтың қамбашысы келіп, тақсыр шөпті шанасымен қайтарсын деп бай ат жіберіп еді, соған рұқсат етсеңіз. Көпшілікке құрсанған ашудың шарпы оған да тиді. Мен тергеп тексеріп, акт жасамай еш нәрсені қорадан шығармаймын. Тақсырау аттар аштан өлуге айналды. Масликовтың өзі өлсе де айтқаным айтқан, атымды өлтірді, тексер деген өзі, тергеймін енді. Ат өлген жерге барып көрем деп бастық ашумен есікті тарс жауып ішке кіріп кетті. Балалар полицмейстердің қорасының жан жағынан
asılıp qarap, әне шанасы қораның дәл ортасында тұр, өзі қардың үстінде жалаңбас отыр, әне тұрды, кеңсеге кіріп барады десіп шулады. Городовойдың біреуі елді тарата алмаған соң, солар дәу туралы әңгімесіне өзді араласты. Өзгелердің өлшеусіз мақтауына бұл есепті дәлелмен араласты. Бұл шынында да дәу, мына шөп кемінде 40 пұт, арасына кірген қары 5 пұт, ал анау ат 15 пұт. Қайтса да болады, сонда 60 пұт жүкті 7 шақырым жерге жаяу сүйрегені ғой, тегі жайбал емес деді. Бастық кеңсесіне кіріп, ат өлтірушіден жауап алды. Сенің Масликовқа жұмыс істегеніңе қанша болды? 3 жыл. Жасың нешеде? Оны білмеймін, әйтеуір жылым түйе. Түйе деген немене? Түйе малдың ең үлкені. Оның жаспен қандай байланысы бар? Қазақта сондай жас болады. Сиыр, қой, жылқы, бәрі бар. Еш нәрсеге түсінбеген полицмейстер, далада тұрғандардың ішінде қазақ бар ма екен? Шақырыңдар шібермен деп, есік алдында тұрған городовойға бұйырды. Ол таяқта ақсақалды ертіп кірді. Полицмейстер қартқа қарап, мынау жылым түйе дейді, осының жас сонда нешеде болады деді. Қарт жалшы балаға қарап, түйе жылға ілінбеген, жылың тышқан шығар деді. Айта көрмеңіз ақсақал, тышқаны құрсын, әжем жылың мақұлықтың ең үлкені деген, түйеден үлкен мақұлық бола ма? Соны айта салып едім. Ендеше жылың ұлу екен. Ұлу деген балық, балықтан үлкен мақұлық болмайды деді шала есептеп. Мұның жасы 18-де. Жарайды, бара бер деді бастық. Ал жұмыс істегеніңе 3 жыл болыпты. Масликовтың содан бері неше атын өлтірдің? Осы шөптің үстінде жатқан ат. Мен еш уақытта ат өлтіргім келмейді. Енді қалай өлді? Масликов шөпті көп тие деді. Көп шөпті тарта алмай ат тұрып қалды. Мен шананы итеріп жібердім. Шананың астына түсіп өліп қалды. Қалай ат астына түседі? Атыңдана шананың алдына қой, мен шананы итеріп қалай түскенін көрсетейін. Аха, сен менің атымды өлтіргің келген екен, ә? Мен саған көрсетемін атты. Есіктен сөйлей, тұлыпқа оранып, кеңсеге Масликов кірді. Аттарымның ішіндегі асыл тұқымды ең жақсы атым еді. Россиядан әкеліп, Шарафиддин мырза сатып еді. Биыл жасы 16-та болатын. Баланстағы құны 180 сом екен. Жалшылықпен өтеуге бұл иттің өмірі жетпейді. Қалай болатынын енді өзімді түсінбей отырмын деді. Байдың бетіне тесіле бір қарап, тергеуші ат өлтірушіге, көрдің бе? Байлар атының жасына шейін біледі, ал сен өз жасыңды білмейсің. Қай жасыңда қандай жұмыс істегеніңді біреу сұраса, қалай айтасың? Оны білем ғой. Әне бір жылы өрісте өлген өгізді үйге көтеріп әкелдім. Сонан бір жылдан кейін құдыққа түскен құтпанның түйесін шығарып бердім. Биыл байдың шөбін өлген атын үстіне салып сүйреп үйіне, онан осы кеңсеге әкелдім. Бұған жас санаудың не керегі бар? Ой, ол бұлшылыңды. Полицмейстер, мұнан атты өндіріп бересің, дейді бай. Жалақысынан ұста. Айлығы 1 сом 80 тиын. Оған мұның өмірі жете ме? Мен пәлен жыл бойына күтіп отырамын ба? Оған шейін бұл шайтан барлық атымды қырып бітіреді ғой. Үйінде малы болса, әкеліп беретін болсын. Үйіңде мал бар ма? Малым көп. Кепілге алатын адамың бар ма? Кепілдің керегі жоқ, өзім өтірік айтпаймын. Далаға шығып, мына тұрған кісілердің ішінен тауып беретінің бар ма? Кепілсіз болмайды. Даладағының бәрі кепіл болады. Қалай бәрі? Танымайтын кісілер саған қалай кепіл болмақ деп сұраушы таңданды. Далаға шығарып көрейік. Даладағы қазақтың біреу танитын шығар. Мұны тануын таниды. Маған ат төлейтін адам керек қой. Бәрін табамын, тек далаға шығайықшы деді Мұқан. Шана сүйреген бала далаға шығуақ мұң екен. Күтіп тұрған ел неше түрлі тілде айғай салысты. Актысын жазып бітті ме? Бері кел ортамызға, көрейікші өзіңді десіп, қолынан ұстаған бойы көпшілік ортасына алып кетті. Кеңседен алып шыққандардың әкімгершілігі мен байлығы аяққа басылып, елең қылған жан болмады. Ей, кепіл керек оған. Масликовтың атын төлеу керек деді полицмейстер. Ненің кепіл деп гүжілдесті даурыққан көпшілік. Бері. Мына ақтасынға алып келіңдер. Тер қатып ауырып қалар өзі десіп, айналасын қоршалай көшенің арғы бетіне шығып кетті. Полицмейстердің айғайы, городовойдың ысқырығы шарылдап азан-қазаны шықты. Уа, сендерге не болды? Мұнша дегбірлеріңнен неге айырыласыңдар деп ұзын мұртты біреу артына одырая қарады. Қайда апарасыңдар?
Кылмыстыны. Кайда кылмыс? Урлук кылып ба бул? At өлтүргөн сону төлөйдү. Ey Масликов, сенде ар барма? Осы бала шанадагы шөптү жайык сүйрөтүп келмесе, орадагы барлык атын кырылады. Сенин орнуңда мен болсам, осуган 100 сом берер едим, деди жуан жудургун түйе сөйлөгөн мал союшу Петька. Шулдамаңдар, атты төлөйт, деди полицмейстер. Оган шейин ат өлтүрүшүгө кепил керек. Оган кепилдин керегини күнүмен соган бола баланы ұстап отырсың, әлгіде айтсаңыз еді. Тардан тау, тамшыдан теңіз тұрғызған көп емес пе бұл, деді біреу. Аты қанша тұрады екен? 180 сом. Шығарыңдар 1 сомнан. Аты түгіл Масликовтың әкесінің құнына жеткендей ақша жиналсын. Жүздеген қол қойын қоншына сұғынып, мә десті. Біреу ақша Масликовқа ұсыныла берді. Осындай мейірімдерің болмаса, ел деп майтар ет, деді бір қарт. Ақшаны қолына ұстаған біреу Масликовтың қолына санап беріп, аттың төленгеніне тіл қаталды. Ой, тоқтаңдар, құны төленді, өлген атты ала кетейік, болмаса Масликов консерв заводына сол аттың етін тағы сатады. Онан да өзіміз терісін алып, етін итке берейік. Қалған ақшаны қолына ұстап, шөпші бала көше толған көпшіліктің ортасында ете барды. Халықтың ескертулері. Көшенің жалаң аяғы деп аталатын қаланың алуан түрлі кәсіп иелері бастарын қосқанда, көңіл көтеретіндей ермексіз де емес еді. Орталарында жас балуан Мұқан, әңгімешіл қарты да, би-билеп сырнай тартушысы да, алуан кейіпке түсіп бүлдірушісі де, домбыра тартып ән салатын ақын да бар еді. Сапарбайдың 2 бөлмелі үйі алуан түрлі кәсіп иелеріне толды. Қарт кісілердің көпшілігі мұндай бас құраған жерде әңгімесін өздерін жинаған себепке бейімдеп, айтатын ежелгі әдеті мен естіген есте қалғандарын, көргендерін палуандарға байланыстырып айтты. Оны кейбіреуі тігісін жатқызып өңдей айтып берсе, біреулер терең судан басын шалып орған қамыстай шашыратып әлдегімнен есткен бірдеңесін, кебірден илеген балшықтай берекесін қашырып айтты. Ұмытпасам, осы отырған құлекеңді болдау деймін, баяғы бір Сар Тораңғыл деген жерде тарақтың асы деген ас болдау. Айғақтамаяқ айта берсеңші, орашолақ неме, барымтаның дауында отырған жоқсың ғой. Менің тарақтының асына барғаным рас, бірақ Сар Тораңғыл емес, Сар Терек деген жерде болған. Әңгімені божыратпай жинақтап айт, деді Құлымбет қарт тыңдаушыларды бүргілдіріп. Бәрібір емес пе? Тораңғылы не, терегі не? Сондаған әбір дәуді айтайын деймін ау. Сендер көтірік маған үшін құлай салмасын, басы мен мойны әндірейдің табасыл тұқымды бұқасыныкінде екен. Ортаға келіп отыра қалғанда, ішегін тартып, таңырқамаған кісі қалмады. Беліне 2 кісінің құшағы жетер емес. Білегіне алақұрт моншақтап өткізіп, жіп байлап, оған баланың жұдырғындай қоңырау тақ қойыпты. Төбедей болып шөкелей отырып, есіне түсіп қолыну қалағанда, қоңырау шылдыр-шылдыр етеді. Ойпырмай, емшегі тап Құрымбайдың шайлап қалған бәйбішесінің емшегіндей. Өзі, ей, көр жерін былжырақтата бермей, жыққанын айтсайшы, сонысын айт. Дене деген әркімде де бола береді ғой. Жыққанын көргенім жоқ. Сен шық деп жатқанда, әкем маған атқа бар деп құлтта жіберді тегі. Оны ешкім жықпау керек. Айтып болғаның осы ма? Иә тегі. Үлкенін айтамын сол палуанның. Жықтым енді, оны білмеймін. Құлеке, соны былжырақтатпай өзіңіз айтыңызшы, кімді айтып отыр осы? Мұның айтып отырғаны Сар Теректегі тарақты өтемістің асы. Онда бұл 13-14-тегі бала болатын. Сонда сонау Қаратаудың теріскейінен Қожа палуан деген келген. Оны жауырыны жерге тимеген, жанды көзіне ілмеген палуан деп дәріптеп. Алғашқыда ешкім бата алмай, жұрттың бөгелгені рас. Бірақ инеге шаншар еті жоқ, апарық біреу көзлестірмей шығып кеткен. Мынаның айтқан суреті қайда қалды? Ей, сурет деген суға түссе еріп кететін қағаз емес пе? Осының былдырақтап айтқанның бәрі рас. Есінеп көзін ашып жұмып, әлдене арқасын құрыстырғандай қолын уқалап, денесі мұздаған аттай сілкініп отырды. Бай балпаңдар бәйгемен әуреленіп кетіп, сырлық-қырлық болып бөлініп, палуанға түскен 2 топтың қырлығын Үдербай ақсақал басқарды. Сырлық жағын
Жызақ созақтан келген Мәукен деген біреу басқарды. Қожа палуанның әлпетінен шошынып, палуандар бөгелгенде, үдекеңді ашу кернеп кетіп, ұзынғасы көзін жапты да, кеудесіне түскен сақалы селеудей шайқалып, күжілдеген мығым «Ол тудым» деп, шешелерің бөккен жеген біреуің бармысың деп, иегін артына қарай бір көтерді. Топтың сыртын ала тұрған Қазылхан атты біреу қалың топта қайыстайтылып алға шықты да, «Бар, үдеке, нағыз ұлдың өзі болмаса, ұлшығы бар, үдеке» деп атынан түсе берді. Ол киімін шешіп дәуреленбеді. Түйежін шекпенінің оң жеңін шешіп, қылшылбырды алып беліне байлап, бош жеңін соған қыстыра салды. Қожа палуанның сәулетіне қайран қалған жұрт оны күреске түседі деп те ойламады. Беліне баланың құшағы жеткендей жіңішке, жауырыны кергіш қойғандай жалпақ, жаратқан арғымақтай қатып қалған жас жігіт екен. Ол отырған алып дененің алдына барғанда, мына біреуді қандай сорғысып келді десіп жұрт гу ете қалды. Жігіт оны елең қылған жоқ. Дәу ауыр жүкпен әзер тұрған түйедей орнынан тұрды да, артына қарай қолын жайды. Оның қасына ертіп жүрген сәлде шаңырақтай семіз қожасы бар екен. Сол ат үстінде тұрып, «Бабаң әлі шыри, құда жар болсын» деп бата берді. Әлгі шыққан белгісіз палуан оған қараған да жоқ, бата да сұраған жоқ. Қожа баламен ойнаған кісідей белін ұстамай, жауырыннан бүргелі қолын арбаңдата бергенде, жігіт бөріге түскен бүркіттей күдері белбеуге қол сарт ете түсіп, жел құлақтқан дөңбектей жерге гүрс еткізді. Ауыр дене мәңгірген басын жерден көтер алмай жатқанда, жігіт жеңгейіп атына мінді де, бәйге күткен топқа қарай жортып жүре берді. «Япырмай атын білмедіңіз бе, Құлеке?» десіп тыңдаушылар ынтыға түсті. Ондай кісі білінбей тұра ма? Түбі Түрікменнен келіп, қазаққа сіңген Мұғалбек деген біреу болып шықты. Аңғырт қожаны әдіспен жығып кетті ме екен деді біреу. Күшсіз әдіс не бітіреді? Онда күшті жыламдық та бар. Қапы кетті, қайта күрестіреміз деп. Сырлық тобы шу көтергенді палуан. Қапылық жоқ, артық күшпен арсыз палуан қайта күреседі. Мен енді күресті қойдым депті. Мұғалбектің қайтып күрескенін көрген естенің жоқ па? Ол әлі бар да болар. Бар, мен қатарлы жасы бар. Алтайдың 4 туан бас қосқан тойында бас палуанды жыққан біреуді жықты да қайтып күреспей қойды. Өзі мақтануды сүймейтін салмақты кісі. Палуан деп сөз қатқанға, «Менің атым ол емес, өз атымды айта беріңдер» дейді. Екі баласы екі үй болып, есілдің бас жағын мекендеп жүр. Біздің Мұқанда сондай жауырыны жерге тимеген палуан болып шықса, абыройына ортақ болып үйде отырып бізде мақтанамыз деп Сапарбай қарт балаға қарады. Ерекше біткен күш өрт сияқты, ол орынды тұтанса, тасты балқытып, темірге айналдырады. Орынсыз тұтанса, елді өртейді. Денеге біткен қуатты еру үшін ақыл керек деді Құлекең. Қаңтар ақпанның тықырлаған аязды күндері айсарына кеудіретіп тастады. Адамның кәрілікке мойғысы келмейтін ежелгі әдетімен, осы бір желі құрғыр жауырынымнан бүркіттей бірді де қозғалтпай қойды. Оның үстіне шәншуы келіп бүйірімнен тікендей қадалды да қалды. Жердің шоңғайысын тілгілеп, үйстеттігендігін көрген, осы бір тірлей кірген моладай, жер үйдеген бәле шықты да еңсені көтеріппей түнерген қардың бұлтындай басат та тұрат. Мештей ме, пештей ме, жуа қазған баладай жалтыраған аузына үңілтті де қойды. Ой-хой, жауы бүтін болса, киіз үйге не жетсін. Әргесін қармен көміп талай зымыстан қысты өткізіп едік. Шәншу жел деген бәле болып көрген бұнда. Өскен ағаштай заманның бұл да бір шығарған жаңа тікендағы деп күрсінеді. Онысын есткен жастар күледі. Әжау, кесек пешті жерейдің ішінде екі мезгіл от жақпаса тоңып жатамыз. Шытынаған аязда киіз үйде қалай жатады, жас бала қырылып қалмай ма? Қырылмай-ақ сендерді өр бүткен бабаларың сол үйдің ішінде туып өскен. Ұйықтап үйренген жетім танадай далаға шықпай қосаяқ тышқандай інге үйреніп алған немесіңдер де. Болмаса, ақсүйек қылған жұт қоянды да сол үйде қарсы алғанбыз. Сондай суық түннің бірінде
Kешki asқа тәбеті болмаған Айсары киімін шешпей, отырған жеріне қисайып көз іліндіріп алды да, жаңа жатқан келін тұрғызып, шырақ жаққанды. Мұңайтпас ұйықтап қалдың ба? Немен апа? Жылы төсек, жат балам, жат. Сол бір жетім баланың халін біліп кел дегенім қашан, өз шешесі тірі болса, ол осы үйден кетермеді. Жас кезінде торғайдай паналаған бұтасымен болып едім, кем кетігіне соның шешесін тығын еткен, қуғыдай жетімдікті жеті қарынды етіп, жетігісінің асын ішпесе бүйірі шықпайтын етті, жетім қозымды жетелеп, аттатқандай ертіп жүріп асыраған мен, еңсеме сүйеу белім бүгіліп, басатын аяқтың табаны сөгілген соң қаңғырып кетіп еді, күзде барып жинап бергенін әкеліп, қылғып алдың да, сондай жан бар ет деп есіңе далмайсың. Есіңе түсіргендей дыбыс шығаратын перін үзілген, есіңе қайдан түссін ол? Апажаның не болды деп, мұңайтпас төсегінен тұрып, тон жамылып анасының алдына келіп отырды. Не болсын? Жетімім тарығып жүр. Бір жеті болды, түсімнен шықпайды. Тоғайдың топты көкжал қасқырғамап жүр. Сырғауылды сындырып алып, айғай салған үннен ояндым. Қияндағы қиын жұмысына соны жұмсайды деп едің, торғайдың топты қасқыр соны жебақ қойған шығар. Апажан, тәңірдің таң атса, жаяу кетсем де барып келейін, өзің тұмауратып жүріп, қинала бермеші, шешініп төсегіңе жатшы. Қасқыр жеп қойса, бардың не, бармадың не. Сол жетімнің хабарын естпей, мен төсекке жатпаймын деп Айсары шарта жүгініп, жасаураған көзін жұмып алды. Жер төңкеріліп жатса да, бөгді сөз аузынан шықпайтын ананың бетіне қадалып, мұңайтпас та отыра берді. Көзін жұмған ана, мұқанның туып өскен күндерін суырған жіптей, ой жасуынан өткізді. Қазақтың ежелгі әдетімен Лук пен Эрнақтың көп жылғы достығын еске салдыру үшін қартайып келгенде сүйек жаңғырту ретімен құдалық болды. Баласы ер жете бергенде еріне өлді. Кеудірек болған Лук батыр Айсарға көңіл айта отырып, Ернақпен екеуміз ханның қанды жорығынан қайтып келе жатып жүйесі істеген желікке пұшайман болып, қайтып хан маңына жуымасқа серт еткен едік. Үлкен көлдің жиегінде біріне бірі жабыса шыққан зәулім ағаштың түбінде жалаңаш төсімізді басып тұрып, осы жабыса біткен қосағаштай құшақтасқан достығымызды қара жер айырсын деп едік. Сол сертімізге қаяу түсірмей жеттік. Міне, қара жер айырып отыр. Қос таспадан өрген арқамшыдай достықтың бірі үзіліп бірі қалды. Білтеме, арқамшы, қайыстан ескен арқан. Балалардың арасында бізде болған көңілдей жылу бола ма жоқ па? Оны өрбіген өмір өз шеше жатар. Менің де алатын дәмім санаулы. Айсары сенің де күздің өсері тоқтаған шөбіндей сарғыш тартқан мезгілін келіп қалып еді. Саған көмекші керек. Қазақтың қызын атасаң, егін қораға қарай көтеретін әдеті. Мал бар болғыр, екі үйде де құмнан қазған құдықтың шалшығындай жартымсыз. Досым үшін істеген ақырғы дәрменім болсын. Үлкен балам Қалидың қызын бірер жасы жетпесе де көмекшіңе берейін. Қазақтың қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды дегені бар. Қолдағы бармен той томалағыңыз деп ауылдың батасын алып, келер айдың басында сені қолғанатты еккімге отыр деді. Мейіріміңе құлдық, бұтақтарыңа өмір бақыт, өзіңе абырой иман берсін, айтуға тілім жетпей жүрген тілегім ет деп Айсары көзіндегі іркілген жасты кимешегінің шалғайымен сүртті. Сөйтіп, Лук батырдың немересі Кәбира Мұңайтпаспен қосылды. Жас Кәбираның қайраттылығы ауылға аңыз болды. Отынды тоғайдан басқа елдер арқалап әкелсе, ол құлап қалған қуағашты бұтарламай түгелді иығына салып көтеріп әкелді. Бір әкелгені айлық отын болғандай ағашты көріп, бұл Кәбира аман болса, үйіне тоғайды жермен көтеріп әкеледі десіп ауыл кісілер күлісті. Бала айғайласа да құлағын тосып, сөз терме әдеті жоқ Кәбира, мақтаса тасып жаман айтта жасымады. Ер мінезді келіншек ауыл үйдің шамасы келмей жатқан ісіне қайырымды болатын.
Көтере алмай жатқан қабы, сындыра алмай жатқан ағашы, тарта алмай жатқан диірмені болса, күлімсірей келіп тіл қатпай қолына ала салатын еді. Осындай мейірімділік үшін оған алғыс айтпайтын ауылдасы жоқ болатын. Үйірсек Айсара Кәбира келгеннен өзіне ермек болғандай бір бөбек болуын аңсады. Ауыл адамдар да Кәбираға айтқан алғысын ұлтап, үбірлі-шүбірлі бол деуші еді. Көңіліндегі тілегін айтқан кісілерге ылайым айтқандарын келсін деп, Айсар да ол жаюмен болды. Бірақ Айсары қанша асықса да, жаратылысы асықпады. Кәбираның салтаңдығы 3-4 жылға созылды. Жылдан жылға кәрілік жеңіп бара жатқан қартананың үхілеу көбейе берді. 5-ші жылға аяқ басып, сараң тәңірім, тандырымды шын кептіргелі жүрмісің деген сөзді көбірек айтып жүргенде Кәбира 2 қабат болды да, мезгілді күнін өткізіп барып, егіз ұл тапты. Асаным мен сөнім бере салған қос қозым деп Айсары қуанды. Сөйтіп қуаныш қойыннан 2 жақты бірдей ашты. Жас ұрпағын иіскеп, жасаурай бастаған қартанаға қайғының көшпелі қара бұлты көлеңкесін түсіре қалды. Дәргерлік ғылымның дәриясы бөгеулі жатқан елге Қорасан кеселінің індеті келіп қаптады. Оның алдымен ұратын жапырағы жас сәбилер болды. 2-ні толтырып үшке аяқ басқан Асан мен Сөнді жылды да кетті. Қайраттана жолын үзілген аруанадай шөкті де қалды. Ол келелі кеңесін айтып, кісімен сөйлесуді де қойып, алауруға айналды. Бір гүлің солса, 2-ші гүлің бүршік жарат деп, жедел көтерген Кәбира да болмады. Тағы 2 жыл өтті. Айсарының бұрыл тартқан шашы түгелдей ағарып, еменде илікпейтін денесі әбден еңкіш тартайын деді. Қос немересі қойыннан шыққанына 3 жыл толып, жаздың шуағы жер бетіне жайыла бастағанда, шөк қалған ананы бір ғажайып күш күйдігіп, орнынан көтерді. Жердің түгі жер бетіне шыққанда үй тіршілігімен мұңайтпаспен Кәбира ертелеп кетіп қалған еді. Кәбира тауын сиырдың бұзауын жайғастырып, отынын ала келетін әдетімен үйге келгенде, тек дәретін алып, намазын оқығанда болмаса, төсегінен қозғалмайтын ана үйде жоқ болып шықты. Көшпелі елдің әдетіне интіресіп үй қонып көрген бе, оқшаулы отырған қасындағы үйлерден сұрастырып, ешкімнің көзіне түспегенін білді. Жарлы ауылдың белдеуде тұрған аттары да жоқ еді. Жаяулап ауыл айналасын жабыла іздесе де кешке шейін Айсар ананы таба алмады. Шаңдатып жатқан жолы жоқ, көгал басқан даладан ізде шықпады. Анықтағандары жеңіл киімін киіп, енді істеген бескездік тік белбеуін буынып кетіпті. Ертеңіне 2-3 адам атқа мініп, есіл жағасындағы ауылдардан жоғарлы төменді сонда соғар деген жерде түгел қарап шықты. Бәрінде де болмады. Дасқан ауыл суға түсіп кетпесін деген болжаммен өзен бойын төмен жағалады. Сөйтіп үлкен абыржуда жатқанда 4 күннен кейін бір буда шөптің ақ тамырын қолтығына қысып Айсарда келді. Оның есілдің ар жағында күншілік жердегі дәрілі қобы деген шоқылардан келе жатқан көрші ауылдың малшысы көріп, атымен ауылға келіп салды. Қартана өзі әбден шаршаса да, жолы болып қайтқан кісідей көңілді сияқты. Келген күні бұрынғы тұйық мінезімен отырып демалды да, келер күні жадырай сөйлеп, мұңайтпасқа, балам, қыстан күйлі шыққан боз тоқтыңды әкеліп сой деді. Орынсыз айтпайтын, айтқаннан қайтпайтын ананың сөзін бала тіл қатпай орындады. Оның жарт етін асырып ауылдың қарт кісілерін шақырды. Оның тіл қатқанын аңсап жүрген ауыл кісілері көңілдене келіп, қайда кетіп қалғанын сұрасты. Кәбирам келіп, жалқы мұңайтпасым жұп болып қуанып едім. Асан сөнім туып, қос-қозымды құшақтап, қаптауының шоқысына шыққандай сүйінген едім. Егіз қозымнан айырылған соң, Қаратаудың қатпар тасындай қайғы басып еді мені. Жатқанымда жарқ ете қалған сәулеге кездесем бе деп едім. Оның жолда ұзап кетіп барады. Құр қайғы, құрғақ тілек дегеніміз жеткізбейтін болған соң, сәуленің жолын іздедім. Біздің ертегінің данасы тұңғиық теңіздің түбінен асыл тас тергендей, жұмбақ сырдың шешуін айтып, ақ кітабын аударып, жапырақты дәретіп жазылмас кеселдің емін тапқан әкім Лұқпандай емшіміз бар ма? Мына бір 2 иығын жұлып жеп, аузы көпіріп, көзін алақтатқан бақсы балгер, демші құшынаш дегендердің өкпемен сабағаннан басқа емі жоқ.
Менің кәбирам еркек мінездес, ыстық суықта жастық жалыны лапылдап жүріп, бойын суға алып қалды. Соны емдеу үшін әкем айта беретін жерден тамыр дәрі қазып алып келдім. Бүгін баталарыңызды алып ертеңнен бастап соны емдегелі отырмын. Уа ақылдана, тілегіңе жет десіп. Үйдегілер көте түсті. Әкелген шөп тамырын тазалап, сүтке қайнатып 15 күн ішкізді. Кәбира жаз ортасы ауа 2 қабат болды. Бұл қуаныш Айсарыны түгелдей айықтырып жіберді. Айсары бармағын басып, өткен айларды санап, қалжасына соятын малын, белбайлар бөккеніне жармасын дайындады. Мөлшерлі 9 ай 9 күн өтті. Кәбираның құрсаға шеңберлей түскенін көріп, ауыл адамдары тағы егіз болар десетін еді. Ондай сөзді құлағы шалған Айсары бәдеп қоятын. Санаулы күн өтсе де бала туа қоймады. Үйінші күткен қартананың қуанышына уайым араласа бастады. Егіз баласы ішінде жүргенде бөріне ұйықтап келетін қайратты Кәбира аяға ауырлап үйден ұзап шыға алмайтын болды. Енді жыл көтереме дегенде Кәбираға ауыр толғақ келді, безек кетті. 2 күн 2 түн бақанға асылып тұрды. Жаны қысылып тасқан қартана бозғасқа айтқызып мал шалды. Ақырында арыстай ұл туды. Бала жалқы болса да, тұңғыш тапқан егізінен әрі салмақты, әрі үлкен еді. Мөлшерден артық толғақ Кәбираны талдырып тастады. Ем-дом, күтім, оның 2 күн өмірін сақтап, ақырғы уыз сүтін ұлына сорғызып отырып жан тәсілім еткен болатын. Өліп жазылған, құшақтаған немересін алған қартанаға қараған, Кәбираның жанары бейне бір жүрегінде басқан таңба сияқты еді. Ұйқысыз өткізген түн сол көріністерді түгел иіріп әкеліп өз алдына елестетіп еді. Бір қолтығына қайғы, бір қолтығына қуаныш құшақтап туған баланың атын мығым мықты болсын деген тілекпен Мұқан қойды. Денелі баланың асырауы да қартайған Айсарыға оңай соқпады. 3 адамға бөлінетін жалғыз сиырдың сүті сәбиді жарыта алмады. 5-6 ай өткен соң бір сиырдың сүтін түгел берсе де бала тоймады. Егін екпейтін үйдің сүтке қосып беретін дәнді болмады. Дағдарған Айсары мұңайтпасты өзінің төркініне жіберіп, бір сауын сиыр сұратып алды. Өйтіп жүріп, немересін аяқтандырып, ауыл қыдырып, ірімшік құрттырап асыраған еді. Осындай мейірманды анасының қадірін немересі білмей қалған жоқ. Менің өмірімді жазғанда апам Айсараны қалдырма. Менің өрбіген өмірімді тасыған қайратымды берген сол апам. Мен оның Кавказдың алып тауындай, биік күннің шуағындай жылы, мейірмандық еңбегінің тозаңында өтегенім жоқ. Мені білген кісі менен бұрын соны білсін, онан басқа кісі мені асырап, кемеліме келтіре алмас еді дейтін марқұм. Әкесі Қызылжарға келгенде Мұқанның босағанына айдан асып қалды. Кезекпен қонаққа шақырып жүріп, баланың бетіне қан жүгіріп, бір көйлек, бір шапан тіктіріп кигізіп, киімінде бүтіндеді. Бұрын келгенде айлап алған тиын тебенін алып қайтатын мұңайтпас, бұл жолы ондай алғаудан үмітін үзіп келіп еді, онысы бекер болды. Петька өлген аттың терісін далаға тастамай сыпырып алып, ишіге беріп, былғар етіп шығарат да 25 сом ақшаны Мұқан үйіне барған күні қалтасына салып, сен бұл ақшадан үйіңе аздап қарас та қалғанын қалтыңа сал. Күн жылған соң сені үйрететін бір жерге жіберуге кеңесіп жүрміз. Біздің фабриканың механигі Василийдің туысы Оренбург циркінің палуаны екен. Сол май айында осында келем депті, соған ертіп жібереміз. Бала, бойыңа біткен бұл күшті арбашанаға қоретіп қайтесің, алдыңда үміт сәулесі бар бір жерге апарып жұмса, көпшіліктің сенен күткен үмітін сонда ғана ақтайсың деді. Үндемей отырып сөзін тыңдаған Мұқанға Петька айтқан сәуле көзіне айқын көрініп, ол бұлғап шақырғандай болды. Бірақ оған апаратын жолдың қайда жатқаны белгісіз. Мұңайтпас қалаға жақын елге келіп қонғанда Мұқан туралы уайымы еріген мұздай тарап кетті. Қонған үйіндегі сөзі бар қарт, келе жатқан жұмысының бағдарын сұрап, жөн жоспарын біліп алып, Ернақ батырдың мұңайтпасы болсаң, нүкті. Әкең Ернақты да шешең Айсараны да білем. Анаңның әкесі ұлық палуанмен бір кезде құда жегжаттығымызда болған екен. Қатынасымыз сиресе де сырттан сұрап жағдайларыңа қанықпын.
Немересі туралы әңгіме қайғырған қартты қуантып, алғысын алғандай жағдай келіп ақтыр екен. Амал қанша, ара қонып баратын жерге жеткізетін көлікті бойда баяғыдай қуатты жоқ. Қартайғанда қарғадым жер мұң болды деген уақыт, ол баланың хабарын біз есіткелі айдан асып кетті. Уайымдап келсең қуан, үйіншім үшін Айсарыға сәлемді жеткіз, ол менен бірер жас кіші, замандас едік. Бағаналы Ердәулет десең өзі білет деп Мұханның жайын анықтап айтты. Мұңайтпас қарттың үйінен қуанышпен аттанды. Баланың мінезі ауыл адамдарына бір түрлі қызық көрінетін еді. Өзге баладай айғайлап жүгіруді ол білмейді. Ауыр жүк арқалағандай жайлап жүріп, балалар жиналған жерге баратын. Өзге бала асық ойнаса, ол сиыр жылқының топайын жинап, өз алдына ойнай береді. Жандағы балалардың еш нәрсесіне тимейді. Өзіне соққанды аямайды. Кейбір балалардың әке-шешесі келіп, Мұханды қорқытайын десе, балпаңдап қаша да алмайды. Оның жүгірдім дегеніне аяқ ұзындар аяңдап жүріп ақ жетіп алады. Біреудің жекіп айтқан сөзіне оның қайтаратын жауабы жоқ. Бетінен қорыққан белгі де білінбей, қысық көзінің қиығымен қарайды да тұрады. Оны кейбіреулер ұрады да, бірақ бала болып жылауды білмейді. Ол адамдар ауылдың анасындай болған Айсардан кешірім сұрап, Мұханың біздің сарманды сабап тастапты, мен қорықсын деп құйрығына бірер тартып жіберіп едім, оған ренжіген жоқсыз ба десе, бірер шапалақта маған шақса оның атын Мұхан қояр ма едім, ондайды ол айтпайды дейді Айсар. Сөйтіп Мұхан біреуді ұрғанын да, біреудің өзін ұрғанын да кісіге айтпайтын болды. Қалаға қашқа жазып берген жеті әріпті қолына ұстатып тақалды молда. Әуз десе қайталап айтқан Мұхан әугіз дейді. Бәтшағар, тілің тура айтуға бір келмей-ақ қойды. Енді бісмілда десе пісті мұнда дейді. Сонымен бір жыл оқып, А деген әріптің түсін танымай-ақ қойды. Молданы әбден ашу көрініп, Мұханды етпетінен жатқызып қойып, көпшік біткен көгала торғайдай етіп сабап қоя берді. Ол әкесіне келіп оны да айтпады. Жарасы жазылғанша мектепке бармай жүретті, бір күні ертемен келіп, оқитын үйге кірмей есік алдына тұра қалады. Балалар түгел үйге кіріп, олардың соңынан шапанын желбегей киген молда ене бергенде, қолындағы жуан таяқпен желкеден періп жіберіп, Мұхан молданы етпетінен сүреді. Мұханның молданан алған білімінің бас аяғы осы болып, әғузы бісмілдаға қош айтады. Молданың таяққа жығылғанын естігендер өзіне де сол керек. Балалардың айтуына қарағанда, молданың ұрған таяғын бала түгіл өгізге төретін емес. Арқасынан қан жосып аққанда Мұхан мыңқ деп дыбыс шығармапты. Оны шешесіне де айтпапты. Есі түгел кіріп болмаған баланы сонша жәбірлемесе қайтеді. Бала біткеннің молданың шыбығы тілмеген жон терісі жоқ деседі. Соққы көрген молда Айсараға келіп, бәйбіше, мына балаң менен бір жыл оқып, әліпбиімді ұқпаса да мені ұрып жығуды үйренген екен. Қапыда ұрып бір жұма сірестіріп салды. Бас көтеруге бүгін ғана жарап, өзің айтқалы келіп отырмын. Баладан таяқ жедім деп басқа кісіге айтуда қиын екен. Бұған мұндай қылықты үйретіп жүрген кім деді, ыңқылдай отырып. Кемпір бармағын бір жалап, тіп деп тілін жалаң еткізіп еріп отырған жібінің түйіршігін жазды да, деп далада ойнап жүрген Мұханға қарады. Шырағым молда, қай балам ұрды деп шағып отырсың. Мұңайтпасымның ондай мінезі жоқ еді. Ол өмір бойы бір кісінің бетіне сен деп қараған жан емес еді ғой. Мұханым болса, ақыл тоқтатпаған жас емес пе? Мұңайтпас ұрса, оның жөні басқа болар еді ғой. Мені соққыға жыққан ана оқуын ұқпай жүрген жас немерең Мұханың. Молдаға баласын берген кісі, еті сіздікі, сүйегі біздікі деп береді. Аюға намаз үйреткен таяқ деген ғой бұрынғылар. Мен ұрсам, табағын ұқсын деп ұрып едім. Соны кеп көріп сойылға жығып кетті. Кемпір бажырайған көзін молдаға қадап біраз отырды да орнынан бір қозғалды. Онда өзіңде де бар екен. Мен баламды бергенде ет сенікі деп айтқаным жоқ. Етін ит талағандай етіп, оқыған сабақтың керегі қанша? Ол жанына батпаса ешкімге тимейді. Оны маған несін айтып отырсың? Баланы бастан деген ұрып қоймайсыз ба? Оны ұруға менің шамам келе ме? Әне, анау жайылып жүрген өгіз, Тайынша деген аты болмаса, құдан өгіздей сүйекті емес пе? Соны мініп ойнап жүретті.
Ол шаршап жатып қалса, лақтай көтеріп, иығына салып үйге алып келеді. Өгіз көтеріп ойнайтын бала менің ұрғанымды елең қыла ма? Рағым молда, иттен баланың қылығын сөз қылмас болар. Мектепке апарып, міндетімнен құтылдым. Өзіңнен оқып төбелесуді үйренді. Өзіңнен оқып, молда боп шыққан ешкімді көргеніміз де жоқ. Оқымаса қайтейін. Жылап еңіреп жүріп, сұрап алғандай болған немерем еді. Анасының уыз сүтіне ерін тимей қалған жетімегім. Кемпірдің еріне кемсең қағып дауысы дірілдеп, ондай балаға қол тигізуге обал болады. Жетімге тиген жеті додақтың отына күйеді. Өзің молда басыңмен оны не көрдің? Деп молдаға үкідей қызарған көзін бажырайта қарап далаға шығып кетті. Молда үн қатпай отырған жерінде қатып қалды. Баланың бір беткей тік мінезі қайтып молданы маңына жолатпай, Мұқан оқи алмай қалды. Өзі қатарлы балалар молдаға кеткен соң, ұсақ балалармен ойнай алмай Мұқан мал баққан естияр балалармен далаға кететін болды. Малшы балаларға үйір болуы оның еңбек етуіне себепші болды да, 12 жасынан жалшылықпен табыс табатын кәсіпке айналып кетті. Мұқан жазда шаншқақтап шапқылап кететін сиырды жек көріп, момақан жай жүретін қозыны бағуды ұнатты. Қозысын сиыршыларға жапсарлата жайып, есілдің құзар жарларының көлеңкесінде отырып, түскі ыстықта дем алатын еді. Ол 13-тен 14-ке шыққанда ауыл адамын таң қалдырып, үлгін көрсетті. Ауылдың бойдақ малын бағатын 20-ға келіп қалған жігіт еді. Мұқан жасынан соған серіктескен момақан болатын. Шілденің ыстығында жарасына көлеңкелеген өгізшілер мүйіздесіп ойнап жүріп, жүзген бой жар басына шығып кетті. Жасы кіші Мұқан балпаң басып қайырып келем дегенше бірін-бірі жерге құлатып жіберді. Биіктен тақиядай ұшқан құнан өгіз мойын омыртқа сүзіліп өліп қалды. Естері бала өгізшені бауыздап, 5-6 шақырым ауылға барып хабарлағанша малынан айырылып қалатын түрі бар. Мұқан қозы мен сиырды қосып бағып тұра алмайды. Шаншқақтап қашқан сиырды қуып жету оған қиын. Өлген өгізшені далаға тастап кетсе, ит жеп қояды. Ауылдағы үлкен кісілердің ұрысып, ұруынан қорыққан бала жігіт торғып жылап жіберді. Сен неге жылайсың, деді сабырлы мінезді Мұқан. Көрмейсің бе, бұл жай рағырдың өліп қалғанын. Ауылға барып хабарлағанша, 2 түлік малды қосып сен баға алмайсың. Өзіңді хабар айтуға жіберсем, балпаңдап кешке шейін жүріп аласың. Сен барып келгенше мұнысы сасып кетеді. Ең болмаса, ет қолына тимеген соң есі маған төлеттіреді. Ол үшін тағы 1 жыл біреудің малын бағуың керек. Кісесігінде көз ашылған кедейге зор мінгесет деген осы, жыламай қайтейін. Сен жылама, менің қозымды қосып айдап ауылға жеткіз. Мен өгізшені көтеріп, иесіне апарып берейін. Қалай көтересің? Ол біздің талпақ қоңырдан ауыр емес. Мен оны бұдан да кішкене күнінде көтердім. Бұл саған қиын көрінгенмен, маған қиын емес. Бұлай мойныма саламды кете берем деп, өліп жатқан өгізді көтеріп мойнына салып жардың басына шығарды. Қозымды сиырыңа қосып, айдап келе бер, мынаны апарып тастап алдымнан шығамын деп, адымдай басып кете берді. 14 жасар баланың өгіз арқалап келгені ауыл адамдарын сондайлық таңырқатты. Баланың күшіне сүйсінген мал иесі өлген малдың етін жұртқа таратып берді. Оның полицмейстерге өгіз көтерген жыл деген сол еді. Сөйтіп жасынан бала палуан атанды. Қабангөлдегі күрес. Қазан қаласының үлкен мерекесі Сабантой жыл сайын Қабангөлде өтетін. Бұл мерекеге Қазан төңірегіндегі селолар, ауылдар, Самар, Екатерина, Уфа, Золотовис қалаларынан да кісілер келіп жәрмеңкеге айналатын еді. Алып сатарлар, ас пісіретіндер, ағаш шауып аяқ-табақ сататындар, дұғалық жазатын молдалар, бақсы балгерлер, дүкен ашатын көпестер, жауырны жерге тимеген палуандар, бәйге құмар атпаздар, ең ақыры адам алдайтын көз байлаушыларға дейін аяқ жетер жердегілер жиналатын. Жылдағы әдетімен солар түгел жиналды. Сонда сатылатын малдың бір түрі болып, омбыдан айдаған саудагер Пресняковтың мыңдаған қойы да келді. Омбыдан кәсіп іздеп келген бір топ адам жолдан келетін жұмыс қарап әр жерге орналасқанда 2 кісі бірыңғай кетті. Оның бірі апсиған зор денелі, үйса шыққан, сақалы самаймен тұтасып ширатылған жирен мұрты
Düдігөге жапсырған айыдай бетіне жабысып, қошқар тұмсықтанып тұр. Темір жолдың май басқан шатырмақ тараулары мұнартып жатты. Жұмыс іздеген әлгі екеу әр конторға барып, десятник старшиналарды жағалап келе жатып, шеткі тығырықта тұрған 50-60 қызыл вагон тізбегін көрді. Ашық дала жағында қора-қора қой арбалап шөп әкеліп, бұрқыратып тұрып жатыр. Бір вагонның жанында жатқан темір жиекті тақтайдың шотаяғын вагонның жиек теміріне іле алмай, бір топ адамдар көтере беріп тұрып алып, қол аяқтары жараланып, әбігерленіп жатыр. Бұйра бөрікті қожайын темір таяғын шошаңдатып, жұмысшыларды балағаттап, жер-жебіріне жетуде. Мына жатқан қойлар 5 сағаттың ішінде вагонға тиеліп болуы керек. 2 сағаттан бері бір вагонның көпір тақтайын қоя алмайсыңдар, адам емес, көлеңкесіңдер. Бұйт деп жан-жағына түкіргін шашады. Ей жұмысшылар, ана тақтайды көтерісіп жіберіңдер. Не деп жатырсың қожайын? Біз саған әзірге жалданғанымыз жоқ. Ақша туатын малды ақша беріп қана вагонға отырғызыңыз. Болмаса анау адамдарың жер қайысқан қойыңды күзге шейін бір тиеп болар, дейді жұмысшылардың ішіндегі ақалдысы. Бір жағы шал ілініп тұрған ауыр тақтай, екінші жағын қозғай бергенде жерге көрсете қалды. Қимылы қалақтау, бірі ойбай өлдім деп безек қақты. Тақтайдың екпіні еттетінен түсіріп